Ассаламу алейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай кереметтей тамақтың түрімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше біз бастайық. Бізге керекті заттар видеода жазылып қойғандай мен астына жазып қойдым. Мен қаншалықты қосқанымды сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Етін молдырақ қоссаңыздар болады. Менде біраз етім аз болып қалды. Сәбізімізді, пиязымызды, қызанағымызды барлығын осылай турап алып, рет-ретімен қуыратын боламыз. Отымыздың астын жағып, қазанымызға майымызды құйып, ең алдымен пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Қызарғанға дейін осылай жақсылап қуырамыз. Сосын артынан сәбізімізді саламыз. Сосын сәбізді салып болған соң дереу етімізді саламыз. Сосын артынан қызанағымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, кішкене су құйып, бетін қақпақпен жауып, осылай бір қайнатып алған соң астын біраз бәсеңдетеміз. Отын бәсеңдетіп қоямыз. Етіміз барлығы осылай пісіп жатқан кезде бұл арада біз картошкамызды дайындаймыз. Картошкамызға тұзымызды, қарабұршымызды салып, жақсылап араластырамыз да, қайнап тұрған жаңағы етіміздің үстінен картошкамызды салып, үстінен кішкене суымызды құйып, бетін жауып, баяу отта пісіретін боламыз. Дайын болғанға дейін. Мінекей достар, біздің тамағымыз пісті, өте жұмсақ болып пісті. Картоптың піскенінен байқауға болады. Осындай кереметтей тамақты үйде жасап көрсеңіздер болады. Достар, егер сіздерге видео ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарий жаза кетіңіздер, өте қуанышты боламын. Отбасыларыңызды жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Менің келесі видеомды жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.